Алаш арыстарының қаншасы Жапонның тыңшысы деген жалған жаламен ұсталғандығы тарихтан белгілі. Себебі біздің дарынды қазақ жұртының кейбір қасиеттері, әсіресе білім мен ғылымда, өткен тарихында ұқсас тұстары өте көп. Бүгін біз сіздерге қазақтың жаулап алушы билеушісі болған Тәуекел хан мен және сол біздің бабамызбен қатарласа өмір сүрген, сол дәуірде өмір сүрген, бірақ Жапонияда билік құрған Тойотоми туралы тарихты айтамыз. Бұл екі адам да өз елдерінің тарихында жаулап алушы деген адам ретінде белгілі. Қазір Жапония елінде Тойотоми Хидесидің есімін білмейтін адам жоқ шығар сірә. Тек жапондар емес, Қытай мен Корея оның атақты Азия жорығын Ли Сунсиннің теңіз шайқасын жақсы біледі. Бұл адам шашырап жатқан жапон тайпалық одақтарының басын біріктіріп толыққанды мемлекет құрған әскери қолбасшы. Бір қызығы осы Тойотоми және Тәуекел хан билікке келген тұсы олардың күрес жолдары ең ақыры дүниеден өтуіне дейін ұқсас. Және әрине аздаған айырмашылықтар бар. Енді қараңыз, бұл екі адам әртүрлі елде өмір сүрсе де, жас кезеңдерінде екеуі де қолбасшылығымен көзге түседі. Тойотоми сол кездегі Жапония билеушісі Набунагаға қызмет етіп, оның генералы болып жүргенде, Тәуекел хан Шығай ханның бас қолбасшысы болып сол уақыттар қызмет етті. Уақыт өте келе ел ішінде жауынгерлігімен даңқы шыққан сұлтан Бұхар ханы Абдолланың да әскерін басқарады. 1591 жылы Тойотоми Жапонияны біріктірсе, Хақназардың трагедиялы өлімінен соң Тәуекел хан бытырап кеткен қазақ руларының басын қосып, қарақалпақтардың бір бөлігін өзіне қаратады. Осы ісімен ол Орта Азияның қаһарлы билеушісі Абдоллаға тікелей қауіп төндіреді. Бұл уақыттары Сібір хандығы толық талқандалып, ондағы қазақ рулары Тәуекелдің қол астына өткен еді. Ендігі жерде солтүстіктен Ресейдің тас қамалдарының сұсты бейнесі көріне бастайды. Жапон билеушісі Тойотоми Кореяны, сосын Мин империясын басып алып, Үндістанға шабуылдауға жоспар құрса, ал қазақтың билеушісі сол кезде Тәуекел хан Ферғана мен Самарқанды талқандап, Бұхар хандығын түбегейлі бағындыруды ойластырады. Екі әмірші де осы соғыс үшін ұзақ дайындалады. Елінің әскери қуатын үнемі жетілдіріп, ұрымтал тұсты күтумен болады. Соғыс та басталды. Егер сіз корейлердің мықты теңіз флоты адмирал Ли Сунсин туралы киноны көрген болсаңыз, корейлердің бұл соғыста қалай зардап шеккенін жақсы білген болар едіңіз. Мен әскерінен де қайран болмай, қаһармандығының арқасында ғана Корея тәуелсіздігін сақтап қалса, Бұхар түбіндегі ұрыста Тәуекелдің ауыр жаралануы соғыстың алғашқы екпінін бәсеңдетіп тастады. Бір қарағанда, Жапония мен Қазақия үшін өздері шабуылдаған жерлер бұл экономикалық және стратегиялық маңызы зор жерлер болатын. Корея жапондар үшін Қытай рыногында тұрақты фактория құруға мүмкіндік берсе, Орта Азияның қалалары қазақтар үшін жібек жолының сөніп жатқан алауын қармап қалуға алданыш болды. Яғни қазақтар да өздерін экономикалық түрде тәуелсіз сезінуге ұмтылды. Бұл екі патша да, яғни Тәуекел мен Тойотоми да өз халықтарын жаулап алу арқылы экономикалық тәуелділіктен құтқаруға ұмтылды. Хидеси өз аралында күшейіп келе жатқан еуропалықтарға деген экономикалық тәуелділікті жойғысы келсе, ал Тәуекел хан солтүстіктен төніп келе жатқан орыстардың ықпалын азайтуға ұмтылды. Егер өзінің жаулап алушы болып еліңді біріктіре алмасаң, өзгенің отарына айналасың. Ең ақыры екі билеуші де бір жылда билікке келіп, бір жылда дүниеден өтті. Билік ету уақыты. Жапонияның билеушісі Тойотоми Хидеси 1582 жылы билікке келсе, қазақтың Тәуекел ханы да 1582 жылы билікке келді. Жапонияның билеушісі Тойотоми Хидеси 1598 жылы дүниеден өтті, Тәуекел хан да 1598 жылы дүниеден өтті. Бұл жай ғана ұқсастық па, әлде тарихи байланыс па? Сіз қалай ойлайсыз?